Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтыным осындай қыз ұзатуға арналған сәукеле. Өте жылдам, тез жасалатын оңай жолы. Міне сәукелемізді бастаймыз. Мынау алды болады жіңішкесі, мынау екі қиық арты болады. Қазір оны қалай схемасын көрсетемін. Мына сәукелеміздің ұзындығы мына жерде қарап отырсаңыздар, көріп отырасыз, 55 сантиметр. Өйткені біздің бұрынғы замандағы сәукелелерімізде мынандай мехі болған, одан шашақтары болған, одан кейін мына жерде қаншама күміс алтыннан әшекейлері болған. Одан кейін мына жерде тағы да әртүрлі өздерінің осы сәукелеге арналған неше түрлі күмістен, алтыннан жаңа әшекейлері қатар-қатар болып кеткен. Енді біз қатты биік жасамаймыз. Просто мен сіздерге сразу көрсетіп жатырмын, қандай биіктікте болатынын. 55 сантиметр. Кейін оны өздеріңіз былай кесіп алсаңыздар болады, қысқа қылып, мысалы үшін. Мына жерден кесіп, мына төбесінен кесіп алуларыңызға болады. Қазір мен осы 56 размерге жасаймын. Мына бірақ үлкен болып тұрады. Өйткені жан-жағынан 1-1 сантиметр алынған кезде ол кішірейеді. Мынау бізде 19 сантиметр. 19 сантиметр деп қояйын. И мынаған параллельно тағы 19 сантиметр мына жерде болады. Тоже 19 сантиметр. Өйткені екеуі параллель кетеді. Мына биіктігі бізде 13 сантиметр. 13. Осыған дейін бірдей болып кетеді. Одан кейін мына жерде 8 сантиметр биіктікте. 8 сантиметр. Мына жерден мына жерге кетеді. Бірақ мына ара қашықтығы 17 сантиметр. Мына жердің ара қашықтығы 17 сантиметр. Мен бұрын ортасын центрден бүйтіп көрсете тұрмын. Мына жерде бізде екі жағы бірдей болғандықтан мен сразу көрсетіп жатырмын 17 сантиметр. Мына жерде міне 9,5 сантиметр екен. Осы 9,5 сантиметр точкалап аласыздар да, мына точкадан мына точкаға дейін 8 сантиметр бүйтіп қосылады. Одан кейін мына жерде 18 сантиметр биіктігі. 18 сантиметрге осы жаққа келіп қосып аласыздар. А ең жоғары жағы 9 сантиметр. Нет, даже 8,6. 8,6 сантиметр. Соған мынаны точкамен бүйтіп қосасыздар. Болды. Ол жоғары қарай кішірейіп жатыр. Бұның екі жағы бірдей. Параллельно. Мынау енді бізде жоғары жағы, артқы жағы. Бұл енді мынау артқы жағы, мынау алды жағы. Мынау алды бұл. Мынау арқасы. Арты деп қойын. Арқасы деп айтамын мен. Мынау артқы спинка. Спинка деймін, арқасы. Мынау былай ғой кішкене. Сәл ғана, көп емес. 1 сантиметр ғана артқа болады. Осылай келетін шапка. Мынау сонда артқы қиығы. Мынау артқы қиығы. Мынау екі алды қиығы. Ар жағында, бер жағында. Мына жерде қазір көрсетемін. Мына 22 сантиметр. Осы тура 22 сантиметр бір-бірін қайталап, мына биіктігі мынаумен қатар жүреді, 13 сантиметр. Қарасаңыз, тура 13 сантиметр. Осыны точкадан, мына точкаға дейін, мына сияқты 8 сантиметр жүреді. Бұның ұзындығы 19 сантиметр. Екі жағы бірдей болады мына жерде. Қарасаңыздар, 19 сантиметр, 9,5-9,5-нан бөлінген. 19 сантиметр. Мына жерде жаңағы 22 сантиметр. Сол мынаған бүйтіп келеді да, енді ары қарай бізде кішкене қызығырақ. Өйткені мынау арт жағы мынаған қосылады бірінші салғанымызға. Сол үшін ол тура осы сияқты болып, мына жерге дейін 18 сантиметр болады. Өлшеп отырсаңыздар, тура 18 сантиметр келеді. Мына жері 8 сантиметр. Тура мынау сияқты. Алдыңғы мына центрден алсаңыз, алдыңғы жағы 6 сантиметр. Алдыңғы жағы 5 сантиметр болады. 1 сантиметрге төмен. Сол мына точкадан, мына точкаға дейін біз бүйтіп қосамыз. Болды. Мына ең жоғары жағы тура алдына мынау сияқты 4,5 болса, алдыңғы жағы 4 сантиметр. 4 сантиметр. Соны точканы міне қосып саласыздар. 17 сантиметр. Мына жерде 17 сантиметр. Мынау тоже 17 сантиметр. Мынау тоже 17 сантиметр. Бірақ мына алды мен артының
өлшемдер сәл кішірейтеу артқа қарай. Бұл енді бізде алды болады. Енді осы бізде сәукеле болады. Өздеріңіз қалағандарыңызша мынау басқа киілетін жері ғой, прямо келгені. Сол жерден қиып тастауларыңызға болады, кішірейтіп, и төбесін кішірейтулеріңізге болады. Міне біздің просьба бойынша бізде кішкентай мех болады. Алдында осындай. Үстінде мынандай украшениелер болады. Көрсете салайын. Бізге мынандай жетеді. Осындай сәукеле жетіп тұр. Бұның ұзындығы бізде сәукелеміздің ұзындығы 43 сантиметрдей болды. Қарасаңыздар, тура параллельно келеді да қазір кескенде. Тура болып шығады. Покелді. Бізде бір выкройкамыз дайын. Алдық. Енді ақысын жасаймыз. Мына үшкір жерін өзіңіз мен көрсеттім ғой алдыңғы сабақтарда. Сөйтіп әдемі қылып майыстырып кетесіздер. Оны үшбұрыш қылып келтіріп қажет жоқ. Мынау енді бір-біріне параллель келмейді, өйткені алдыңғы жағы артқы жағынан қарағанда қысқа. Міне біз 6 сантиметр алып тастады, бізге осы керек, қажет. Мына жерінен тоже 6 сантиметр алып тастаймыз. Тура болып шықты. Болды. Енді бізге осы жетіп тұр. Мына жерден былай болды. Мех сәл төсінен 1-2-3 сантиметр алып тастаймыз. Біз ворсымызды түгін барқыттан жоғары қаратамыз. Сөйтіп, мынау бізде екеу. 2 штук крайтит етеміз, сондықтан оны осылай қоямыз. Мынау біреу, оны кейін бөлік крайтит саламыз. Мата прям тютюлька болып тұр екен. Биіктігі. Жетпей қаламын. Болды, осыны кесіп аламыз. Сен қысқалау болып тұр, арт жағы қысқалау болып тұр. Осылай дұрыс болады екен. Мынау алды деп жазып қою керек. Міне, қазір артын былай крайтит етеміз. Бізге жиегін тікене керек, сондықтан ұзын қалдырған дұрыс. Шоқсыз жақсы болып әдемі болады. Косовик жасалды. Тура болды. Артығы деп жазып қойдық. Болды. Біздің сәукелеміз міне. Үшін көріңіздер. Мына жағын қысқа қылдық. 50 сантиметрде бізде 39. Арқасын өлшейік. Арқасы 40 сантиметр. Алды 39, 1 сантиметр. Алдын кішкене бүйтіп кесіп алып тастады. Сонда басқа киген кезде әдемі тұрады. Мына жерде мехі бар, мына жерде әшекейі и төбесі. Мынаны енді астарлап, шетін өзінің матасымен конкурс шығамыз. Косовик жасап. Лента жасап. Бізде мынаны түгіне стаканчигін ар жағына қаратып қойдық та. Ішін тіктік. Косовик салдық. Іш жағынан тігіп, сыртына қарай қайырдық. Сонда мына сыртында, грязі сыртында тұрады, өйткені мына жерде мехпен жауып кетеді. Мына жерде мехпен жауып кетеді. Көрдіңіз? Іші бәрі таза болып шығады. Енді төбесіне келейік. Енді мұны былай келеді. Мынаны бірінші жинап тастаймыз. Одан кейін барып мына үстіне келеді. Міне сәукелеміз дайын болды. Бұл арқасы, бұл алды.
міне төбесін уже тігіп қойдық жақсылап әдемілеп. Енді осыған мындай мехіміздің биіктігі 12 сантиметр, ұзындығы 70 сантиметр қылып ала береміз. Пышақпен кесеміз. Өстіп бала кезімізде ана сиырдың жүнінен домалақ шарик доп жасайтынбыз. Сол сияқты. Міне енді осыны тігіп шығамыз. Астына астар сап. Астарына біз 10 сантиметр қылып аламыз, 12 емес. Ені 3 метр. Соны 1,5 метрден. Мынаның ені 3 метр. Екі қабаттап, соны ортасынан 1,5-1,5-ға бөлеміз. Соны осының басына келтіреміз. Бүйтіп кесеміз. Шығарып тура болу керек. Тура. Вот осы жерді біз бүйтіп кесеміз. Соны бүйтіп әкеліп, маған басына бүйтіп тұрады. Әдемі болып осылай тұрады. Төгіліп. Өйткені екеуі двойной болады ғой. Сондықтан әдемі болады. Міне осылай болып шығады. Өте керемет. Міне мынаны өзі 2 қабат қой. Соны 2 қабатты бір-бірінен бүктесеңіз 4 қабат. Одан кейін оны және тағы бүктесеңіздер, осындай 3 бұрыш шығады. Бізге мынаны осы ұзындығымен домалақ қылып кесіп алу керек. Сол үшін біз кетеміз. Мынаны тағы да просто көзмен шермен кестім. Сіздер өздеріңіз бүйтіп өлшеп тұрып кессеңіздер болады. Соны доп-домалақ қылып. Мынау алдым міне кішкене дугамен кетеді. Көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Дуга болып кетеді. Арт жағы уже ұзын болды. Мынау арты ең ұзын. Болды, енді осыны апарып, машинкамен өстіп тіктік. Екі қатар қылып. Осыны енді сәукеленің басына тігіп шығамыз. Міне құрметті көрермендер, ұзату тойына арналған осы сәукелеміз аяқталды. Енді ұнап жатса өздеріңіздің лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма жазылып отырыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, аман есен болайық.